Қазақстан бірегей мемлекет. Мұнда әртүрлі этнос және діни конфессия өкілдері татулық пен бірлікте өмір сүреді. Жүзден астам ұлт өкілі, әлемдік діндер біздің мемлекетте өзіндік үйлесіммен жарасын табуда. Қазақстан халықтар бірлігінің жарқын үлгісі болып саналады. Этносаралық қарым-қатынастың қазақстандық моделін көптеген әлем елдері зерделеуде. 2018 жылдың қазанында Астанада осымен 6-шы мәрте әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. Маңызы аса ауқымды форумды өткізу бастамасы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Қазақстан көшбасшысының идеясы бойынша әлемдегі қантөгіс, зорлық-зомбылық, терроризм сияқты қазіргі заманғы қауіп-қатерлерге төтеп беру үшін жаһандық дін көшбасшылары өзара диалог құруға қажет. 20 жылдан астам уақыт бойы Қазақстан Халқы Ассамблеясы елдегі бірлік пен татулықтың дәнекері болып келеді. Бұл халықтың дипломатия институты әрі тұңғыш президент бастамасымен құрылған конституциялық орган. Ассамблея арқасында қоғамдағы этносаралық және конфессияаралық татулықтың бірегей үлгісі сақталуда. Адамдар арасында өзара жақындастық пен сенім артуда. Еліміздің әрбір азаматы этникалық тегіне және діни көзқарасына қарамастан азаматтық құқық пен еркіндіктің барлық мүмкіндігін пайдалануда. Расымен де, бізде адамдар арасында ерекше қарым-қатынас дәстүр орнаған. Этносаралық қарым-қатынас пен конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі шетелдіктердің қызығушылығын тудырып, зерттеу нысанына айналып отырғаны тегіннен емес. Шетелдіктердің көбі еліміздің бұл жетістігін ғажап құбылыс деп есептейді. Сан түрлі ұлттың бір шаңырақ астында үйлесімді өмір сүруінің негізінде ел басшыларының көреген саясаты ғана емес, халқымыздың сан ғасырлық толеранттылық қасиеті жатыр. Әлемде Қазақстан сан түрлі ұлттар мен дін өкілдердің бірлік пен татулықтың арқасында тұрақты дамуға жетуіндегі үлгісі болып саналады. Біз Қазақстанда ортақ шаңырақ астында өмір сүреміз. Біз нағыз бауырмалдықтың қандай болатынын жақсы білеміз. Жүздеген жылдар бұрынғыдай, ұлы дала төсінде сан түрлі ұлт өкілдері бірігуде.